сабақта Абай жолы романында жалпы Абайдан бөлек басты мәселелердің бірі жер дауы деп атап өткен болатынбыз. Яғни Абайдың өрлеуі, Абайдың өсуі дәл осы халықтың ішінде болып жатқан даулар және әкесінің басындағы оқиғалар, бұның барлығы Абайдың өрлеуіне үлкен жаңағы әсерін тигізеді. Енді Олжайдан туған төрт бала бар еді, үш бала бар еді: Айдос, Қайдос және Жандос. Айдостан тараған мына Топай, Көтібақ, Торғай, сосын Ырғызбай болған. Яғни Абай осы Айдостан тараған ұрпақтың біріне жатады, ал Қайдостан тараған Бөкенші мен Борсақ. Қазір біз Абай жолы тарауының Абай жолы романының алғашқы тарауларына тоқталамыз. Алғашқы тарауларда осы міне Шегедек Борсақтан тарайтын, яғни шын есімі Шегедек, Борсақ аталып кеткен Қодардың оқиғасына баса назар аударамыз. Себебі Абай жолы кітабының, Абай жолы романының бірінші кітабында осы Қодар мен Қамқа дауы басы негізге алынады, және бұл кезде басталған дау Абайдың аға болған кезінде, яғни 3-4 кітаптарда барып қана шешімін табады. Енді қараңдар, мына Қайдостан Бөкенші мен Шегедек Борсақ туды. Яғни Борсақ деп алайық. Қайдостан Бөкенші мен Борсақ туған, Бөкеншіден Сүйіндік. Қазір енді осы Бөкеншінің атынан, Бөкеншінің сөзін сөйлеп отырған Сүйіндік, ал Борсақтың атынан сөйлейтін Борсақтың жаңағы несі, не деп айтсақ болады, мүшесі, сол Борсақ руынан шыққан адам ретінде қарастыратынымыз бұл Қодар болып есептеледі. Қодардан кейін Дәрмен есімді бала туады. Ол Дәрмен бірақ Абай есейген уақытында 2-3 кітаптарда барып қана қосылатын кейіпкер. Оған дейін тек Қодарды атап өтеміз. Борсақтан тараған Қодар. Енді Қодар деген кім? Қодар Борсақтан туған, мына Бөкеншіге кірме болып отырған, яғни көршілес келіп қонып отырған ауылдың адамы. Бұл Қодардың баласы Құтжан есімді ерте қайтыс болып кетеді. Құтжанның әйелі Қамқа, яғни Қодардың келіні Қамқа. Осы Қодар мен Қамқа оқиғасы Тобықты руының арасында жалған жала жабылуымен үлкен етек алып, ақырында Қодар мен Қамқаның өлімімен аяқталады. Бұл Абай жолы романының басында, яғни бірінші кітаптағы үлкен трагедия. Бұл жерде Құнанбайдың озбырлығы, Құнанбайдың бірбеткейлігі, бір айтқан сөзінен қайтпайтындығы анық көрсетіліп білінеді. Енді сендерге кітапта былай берілген: қайтқанда тарауы беріледі. Бірінші қайтқанда бірде бұл Абайдың енді ауылына келіп жатқан уақыты, әке-шешесінің қарсы алуы, кімді сағынып сағынбағандығы, Ұлжанның қалай қарсы алғандығы бәрі көрсетілген. Одан кейін қайтқанда екіде, яғни қайтқанда тарауының ішіндегі екінші жаңағы жалғасы ғой. Бұл екінші жалғасында Құнанбай бейнесі анық көрсетіледі. Мына бірінші қайтқанда да алғашқысында Абайдың келіп жатқан уақытында Құнанбай Абаймен амандасып, оған жаңағы хал жайын біліп тұрған кезінің өзінде ақ Абайдан басқа жаққа алаңдап тұрғандығын білуге болады. Яғни көзі анау алыс жақтағы 3-4 аттылыға түсіп тұрды дейді, Құнанбайдың көзі. Бұл міне мына тұста. Мына жерде Абайдың келіп жатқан кезі, оның жеңгелерінің байқағандығы, шешесіне келген кезде шешесінің Абайды әкесіне жібергендігі, ана жақта әкең түрәне бірінші әкеңмен амандас деп, әкесімен амандасып болғаннан кейін осы шешелерінің қасына келгендігі, Ұлжанның амандасқандығы. Ұлжан бірақ дәл Құнанбай сияқты салқын мінезді болып қалған екен дейді. Тек міне өз шешесіне келген кезде кесек ол сүйген жоқ дейді. Қатты бір қысып бауырына басып тұрды, маңдайынан иіскеді. Абайдың әкесіндегі тартымды салқындық шешесінен де көптен бергі мінез болған екен дейді. Яғни Абайдың әкесі Құнанбай да, шешесі Ұлжан да бір мейірленіп тұратын, мейірімін көрсететін, қысқасы эмоционалды адамдар болмаған. Екеуі де қатқыл, салқынқанды кісілер дейді. Бала осыдан арғыны күтпеуші еді. Яғни шешесі жай ғана құшақтап маңдайынан иіскеді, бірақ бауырына басқанның өзінде де Абайдың жүрегін қатты соқтырған аса бір өзгеше жақындық білінді. Бұл ана құшағы дейді. Ұлжан көп ұстаған жоқ. Әжеңе бар, әнекей деп үлкен үйдің алдына қарай бұрып жіберді дейді. Ары қарай кәрі әжесі Зеренің алдына келеді Абай. Жүре алғашқыда өкпелейді. Абай алғашқы немерелерінің бірі.
жоқ, кімнен, ұлжаннан туған жаңағы зеренің көңіліне жағатын немерелердің бірі, негізі бірінші немересі құдайберді болып есептеледі, күнкеден туатын, бірақ абайдың орны бәрібір бөлек. Жаман неме, маған бұрын келмей әкеңе кеттің ау жаман неме дей беріп, қасына құшағына немересі барған кезінде жаман неменің артынан ілесе қарашығым, қоңыр қозым, абай жаным деп кемсеңдеп жылауға айналып кетті дейді. Басында абайға деген ренішін білдіріп, жаман неме, маған емес, бірінші әкеңе кетіп қалдың ғой деп өкпелеп тұрған әжесі қасына келген немересін бүкіл ренішін өкпесін ұмытып, қарашығым, қоңыр қозым деп еркелете жөнелді дейді. Ары қарай абай әжесінің нашарлап қалған денсаулығын байқайды. Яғни ұзақтан бері құлағы естімейтін болып келе жатыр екен. Оны абай неден байқайды? Отырыста, яғни дастархан басына жиналған кезінде әңгіме барысында болсын, әжесінің бөлектеніп қалатындығын, әңгімеге қосылмай отырғандығын байқап, бір ішінен аяныш сезімі туындайды. Сөйтіп, мұнда әже ау, былтыр мұндай емес, ең құлағыңа не болған, неге естімейсің деп келіп сұрайды жанына. Көптің ортасында отырса да еріксіз жапа-жалғыз болып оқшауланып қалған әжесіне жаны ашып құшақтап алдына жантайды дейді. Әжесі түсіндіре аз ғана босаңсып, балам ай, әжеңде қуыс кеуде болмаса не сымбат қалды деп өзінің дағдылы мұң шыңына қарай беттеп еді. Баласы оған қимады дейді. Жазыла ма өзі, емдесе қайтеді дейді. Үй іші де әжесі де бұған күліп қана қойды дейді. Сосын кәрі шешесі күле отырып, баласының талайға айтпасын дегендей қылып, үшкірсе кейде ашылып қалады, үшкірген жағады деді дейді. Бұл әжесінің сөзі. Үшкірсе кейде ашылады. Үшкіру деген нәрсе біз дем салу деп айтамыз ғой. Яғни мына діни жаңағы сүрелер оқып, дұға оқып, үшкіру, солай жаңағы емдеуге тырысу, бұл үшкіру деп аталады. Абай негізі бұны жақтырмайды екен дейді. Бірақ әжесінің көңілін қимайды да, өзінің өз өлеңін өзі оқып, әжесін алдарқатады. Өзі гауһар, yüzü раушан, көзі гауһар, лақылдек бет ұшақ, мартама қардан әмбектар, қашын қадірәт, қолы шига деп өзінің бір шығыс әдебиетінен үйреніп алған өлеңін оқиды. Бұған жаңағы әжесі шынында алдарқанып отырып қалады. Әжесінің құлағын ашып суф деп жаңа қоя қояды дейді мына өлеңді оқып. Сосын жанындағылар түсінбей қалады, бұл шын мәнінде үшкірді ма, әлде басқа нәрсе ма деп. Сосын бір кезде абай осынысын білдірейін деп, әзілдегендігін білдірейін деп теңселе берді де, ұшады босша торғай көде нықтап, басасың аяғыңды нықтап, кәрежем естімейді, нана берсін берейін өлеңіме шыншықтап деп, кеп тағы да суф деп қойды дейді. Сол кезде барып үйдің іші түсінеді де ду күледі. Абай күлместен мысқылдай қарайды. Әжесіне жабысып отырып, қалай құлағың ашылды ма деді. Жақсы болып қалды, өркенің өсін балам деп айтты дейді әжесі. Енді мына жоғарыда абайдың сағынышы бар, отбасына деген, ауылына деген. Елді сағындың ба, кімді сағындың деген кезде абай ерекшелеп Оспанды айтады. Оспан да шығарманың, жалпы Абай жолы романының 2-3 кітабына дейін өте маңызды кейіпкерлердің бірі, әрі абайдың жақын көретін, бауырлайтын жақын інісі, өзіне 5-6 жас кіші, бірақ еркеш, болжаң, тентектеу, абайларға ұқсайтын, бірақ абайлардан гөрі сәл еркіндеу, Құнанбайға өз ойын ашық айта салатын, әрі оның дегеніне көндіге бермейтін Құнанбайдың кіші ұлдарының бірі болады Оспан. Бірақ өкінішке орай ерте қайтыс болады. Енді қараңдар, қайтқанда тарауы ары қарай қалай жалғасады. Жаңа Құнанбайға келіп абай амандасқан кезінде Құнанбайдың көңілі басқа жақта тұрғандығын, яғни өзге жаққа қарап елеңдеп қырқа қарап тұрғандығын байқап қалды дейді. Міне қараңдар, Байтас пен Жұманбай тақай бергенде Абай да қасына кеп қалды дейді. Баласын қасына шақырмады. Құнанбай азғантай уақыт абайға қарап алды да, балам, бойың өсіп ер жетіп қалыпсың ау, молда болдың ба, бойыңдай болып білімің де өсті ме дейді. Бірақ Абай осы жерде түсінбей қалады, бұл кекету ме, жоқ әлде күдік пе, немесе шынымен жай білімің өсті ме деп сұрап тұрма деп түсінбей қалады ұзаққа дейін. Бірақ Абай әкесінің мінезін біледі. Әкесі нені кешірмейді? Ұялғанды, жауап айтпағанды кешірмейді дейді. Сондықтан да Абай дереу жауабын айтып, өзінің семейден жаңағы оқуын аяқтамаса да ұстаздарынан батасын алып келе жатқандығын айтып, әкесіне өзінің хәл жағдайын білдіреді дейді. Мұнда Майбасардың есімі аталады. Майбасар да өте маңызды кейіпкерлердің бірі. Бұл Құнанбайдың жанында жүретін өзінің інісі, 4 тоқал туысқандардың бір тоқалынан осы Майбасар туған дейді.
Құнанбайдың Өскенбай деген әкесі 5 әйел алған деп айтты. Құнанбайдың өзі зереден туған, яғни зере бәйбішесі, бірақ ұл туған өзі зере. Құнанбай, ал қалған 4 әйелдің бірінен мына Майбасар туған дейді. Нақты қай тоқал екендігін айтпайды, әйтеуір Майбасар сол 4 тоқал туысқандардың бірінен туған Құнанбайдың інісі болады дейді. Осы Майбасарды Құнанбай тобықтыға болыстық старшын етіп сайлап қойған дейді. Болыстық старшын деп отырғаны болыстан кейінгі лауазым болып саналады, яғни болыс секілді бәріне билігі жүрмесе де болыстың орынбасары сияқты қызмет атқарады, және оның да қызметі жай емес, бірақ Майбасардың шығармада мінезі шашал десең бас алатын, өз дегенін жасайтын, ешкімге жаңағы ырық бере қоймайтын, тек Құнанбайға ғана илігетін, зереге ғана илігетін кейіпкер, көбіне дау-дамайдың ортасында жүреді және әділетсіз әрекеттерге баратын кейіпкер болып көрінеді. Сонымен тобықтыға болыстыққа сайладық дедік. Міне бар Майбасардың Абайдың жауабын ұнатқаннан кейін Майбасардың айтатын сөзі бар осында. Өзі тіпті көшелі кісі болып қапты дей беріп еді, Құнанбай оның сөзін аяқтатпастан Абайға дейді: бар ана шешелерің жаққа, амандас балам деді дейді. Енді қараңдар, көшелі деген сөздің мағынасы көш, соңынан көш жүретін, демек соңынан адамдарды ертетіндей өзі көшбасшылардай сөйлейтін болып қалған екен, есейіп қалған екен деген мағынаны білдіреді мұнда. Ал Құнанбай осы кезде қыр жаққа қарап елеңдеп тұр. Бұл ненің белгісі еді? Үлкен бір жиынның болғалы жатқандығын белгісі болғандығын, бұл қодар мен қамқа жайы. Енді қодар қамқа жайына кімдер араласады? Байсал бар, Бөжей бар, Қаратай бар. Бұл жиынның үстінде әрқайсысына жеке-жеке портреттері берілген, бейнелері берілген, мінездеме берілген. Басында кімнен басталады? Құнанбайдың бейнесімен басталады. Құнанбайдың түсінің суықтығы, қара сұр жүзіне бозғылданып түгі де шығып қалыпты дейді. Жалғыз өзі ұзақ сөйлейді дейді. Құнанбайдың бір ерекшелігі жалғыз көзді екен дейді. Яғни бір көзді болса да, міне жалғыз көз шүңет емес томпақша тесіле сыздана қарайды дейді, кірпігінде сирек қағады. Иығына бота ішігін жамылып шалқия отырып сөйлеген Құнанбай осы үйде әркімге қарамайды дейді. Жалғыз көз шүңет емес томпақша, бұл деген сөз жалғыз көз жаңағы кішкентай емес, немесе сығырайған көз емес, керісінше томпақша келген, толық ашылып тұрған көз, және сол көздермен ол тесіле сыздана қарайды дейді. Жалғыз сау көзі, міне оның көтеріңкі жалтұмсығының сол иығына шығып алып қалғымай сақшыдай болып осы өңірді қалт етпей күзетіп тұрған сияқтанады дейді. Жалғыз сау көзі бір ғана көзімен айналасын түгел бағып, кімнің қандай көңіл күйде отырғандығы, кімнің не айтқысы келіп отырғандығын бағып отыратындай сақшыдай сақ көздер екен дейді осы. Бұл Құнанбайдың ерекшелігі. Одан ары қарай енді бұл жерде Сүйіндік бар. Сүйіндік Қодарға туыс болып келетін жақын адамы, яғни Бөкенші мен Борсақ екеуі бірге туды ғой, Қайдостан. Сол Қайдостан туған екі бала Бөкеншіден Сүйіндік туған болса, Борсақтан Қодар туды. Енді Сүйіндік дәл мына жиынның үстінде Қодар мен Қамқаның дауы шешіле жатқан кезде Сүйіндік оны Қодарға септесетін, Қодардың басын арашалап қалуға тырысатын адамдардың бірі осы Сүйіндік болады, және оның сұрауы Сүйіндіктен де болады. Құнанбай қайта-қайта жаңағы Сүйіндікке салмақ салып, Сүйіндіктің ойын сұрап, Сүйіндікке тесіле қарап отырған себебі де сол. Себебі Сүйіндік кімнің туысқаны? Қодардың тікелей туысқаны, Қодардың сөзін сөйлей алатын адам болып келеді дейді. Бірақ мына Сүйіндік қараңдар, өзінің сақал шашы бір реңдес, қара дейді. Сақалы да шашы да бір реңдес, бір түсті деген мағына. Қара бурыл келген Сүйіндік оқта текте бір қарап қойғаны болмаса, Құнанбайға тесіле қарамайды. Көзін төмендете береді дейді. Абайға оның пішіні көп кездесетін, әңгімесі аз пішін сияқты. Бөжей де оншалық өзгеше емес, түсі ақсұр келген, бірақ өзі қоңыр сақалды, ақшылдау дейді басқаларға қарағанда. Кесек мұрын деген үлкен мұрын, осы отырғанның бәрінен де сұлу екен дейді. Бетінде әжімі аз, бірақ Абайдың көзін оған көп тартатын бір нәрсе, бұның бітікшелеу, кішкене келген көздері еді дейді. Абайға ерекше көзіне түсіп отырғаны не екен? Оның кішкене келген көздері. Бітікше деген сөздің мағынасы тік біткен. Кішкене, бірақ тіктеу.
келген көзге түсетін. Мынау міне бөжейдің бейнесі мұнда тұрған. А мына жоғарыдағы сүйіндіктің бейнесі, сақал шашы бір реңдес, қара бурыл келген сүйіндік. Яғни сақалы да шашы да бәрі бір түстес, ал бөжей түсі ақсұр келген, өзі қоңыр сақалды. Енді мында қараңдар. Мына сүйіндік не үшін құнанбайға тесіле қарай алмайды. Құнанбай сүйіндікке қарап тесіліп отырса да, сүйіндік оған қарсы қарай алмай, көзін қайта-қайта төмендете беріп отыр. Бұған себеп қараңдар. Мына Қодардың басына қиындық түскен уақытта, яғни Қодардың жалғыз баласы Құтжан қайтыс болады ғой. Осы Құтжан қайтыс болған кезінде Қодар өзін толықтай тастап жібереді. Қодардың қолында келіні қалады, мына Қамқа. Үйде Қодар мен Қамқа ғана. Құтжан қайтыс болғаннан кейін ұзаққа дейін мынау ел көшеді енді. Ол уақытта көшпелі халық қой, біресе жайлауға барады, біресе қыстауға, біресе күзеуге деген сияқты. Бірақ оған Қодардың еруге шамасы да болмайды бір жағынан құлқы да болмайды. Ал бұрын оларды жайлауға, жаз болса, күз болса, күздеуге көшіріп, елден қалдырмаудың қамын жасап жүретін оның ұлы Құтжан екен дейді. Енді Құтжан жоқ болғандықтан бұлардың мүлдем оған құлықтары болмайды. Әбден сол Құтжанды жоқтап, үйде бір-бірімен сырласып қана отыра береді, атасы Қодар мен келіні Қамқа. Бірақ ел арасында мына Жетпіс деген оның туысқаны болады. Жетпіс деген Қодардың туысқаны болып келеді. Ол қазір мына жаққа жазайық Жетпісті. Жетпіс деген Қодардың туысқаны мына тарауда. Қодар Қамқаның астына жазамыз. Бұл бірдеңе білдіреді қысқасы. Дәл осы Қодардың өліміне, Қодар мен Қамқаның қайғысына себеп болатындардың бірі осы Жетпіс болады. Жетпіс және Жексен деген екі кісі. Мына екеуі ағайын, бұлар да борсақтан шыққан, бірақ борсақ өзі кедейлік ру ғой. Дегенмен сол борсақтың ішіндегі сәл қоңдылауы, сәл байлауы осы Жетпіс пен Жексен екен дейді. Енді Қодардың баласы қайтыс болып, ол көшпей отырғаннан кейін ел түсінеді, ол Қодардың жағдайы жоқ екендігін, оның көшіретін аты болмағандығын, арбасы болмағандығын сөйтеді де Жетпіс пен Жексенге салмақ салады. Әй, сендер не үшін ана туысқандарыңды жайлауға немесе қыстауға бірге өздерімен көшіріп алмайсыңдар? Неге сендер ат бермейсіңдер оған деп. Сосын Жетпіс пен Жексен басында бастарын алып қашып жауап бермегенмен халық қоймай бұларды тықсыра береді. Сосын Жетпіс бір күні мынадай деп өтірік айтады. Әй, сол Қодардың, сендер дұрыс айтасыңдар ау, менен де бар шығар, бірақ сол Қодардан қорқамын мен дейді. Себебі Қодармен соңғы рет сөйлескенімізде ол айтты дейді. Тілдескенімізде, жаңа баласының қайғысына, қазасына көңіл айтып барғанымда, Құдай маған қыларын қылды ғой, мен де енді аянарым жоқ. Құдайға мен де қыларымды қылам деген сөз айтты дейді. Жетпіс бұны бұрмалайды енді басқаша қылып. Енді Қодардың ол уақытта айтса айтқан болуы мүмкін, бірақ енді қазаның үстінде қайғырып отырған адам, налып отырған адамның аузынан кез келген сөздер шығуы мүмкін ғой. Құдайға өкпесі ол жерде Қодардың жалғыз баласын алып кеткендегі. Бірақ Жетпіс оны бұрмалайды. Демек қыларымды қыламын деп отырғаны бұл айсұлу мұсылманшылықтан кетіп, мына Қодар мен Қамқаның арасында бірдеңе болмаса егет деп аузынан шығады Жетпістің. Кейін бұл сөз болып тарап кетеді халықтың арасына. Енді соны көпшіліктің ортасында айтатын, үлкен рубасылардың арасында айтатын кімнің? Сүйіндіктің өзі болады. Сондықтан да Сүйіндік бұл жерде кібіртіктеп сөйлей алмай отыр. Мына жерде міне Сүйіндік көзін төмендете береді деп отырмыз ғой. Осы жерден себебі шыға келеді. Енді кейін Сүйіндік, бірақ бұл оқиғаны Құнанбайға жеткізетін Сүйіндік болмайды. Халық арасында тарап кеткендігі сондай. Бір күні Құнанбай бір ауылға барып, дастарханда отырған кезінде бір Салқынбай, ұмытпасам аты, соған сын айтады, насыбай атады екен дейді ана кісі. Әй, осы сен ана насыбайыңды қойсай деген кезінде Құнанбайға ана кісі бүйтіп айтып тастайды. Мен насыбайымды қойсам қояйын, бірақ сен ана ауылының іргесінде отырған шашты сайтаныңды тый дейді. Сол өзде барып Құнанбай жарылады, себебі бұл айтып отырған кім еді дейді, Қодарыңды тыйып ал деген сөзі болған еді дейді. Шашты сайтаныңды тый деп отырғаны Құнанбайға. Сөйтіп Құнанбай осы кезден бастап бұның бетіне салық бола бастағандығын түсініп, кімнің? Қодар мен Қамқаның ізіне түседі. Мына жерде де ол қатты жаңағы ашулы болып, қатты бір бетке қалпынан қайтпай, дегеніне қайтпай,
отырып алады басқаларына қарағанда. Енді Құнанбай ұзақ сөйлеп отырған кезде бөжей қыбыр етіп қозғалған жоқ. Көзін де төмен салған қалпынан бір көтермеді дейді. Сондықтан оның ұйықтап отырғаны я ойланып отырғаны мәлім емес дейді. Толықтай мына басын төмен салып, төмен қарап қана отырады бөжей. Қалың етті салбыраңқы қаба кішкене көзін көрсетпей тасалап алған сияқты. Құнанбайға бұлардың ішінен көз алмай қырандай қарап отырған дәл төрдегі Байсал болды дейді. Байсал деген кімнен тараған бала еді? Көтібақтан тараған, сол Көтібақтың рубасыларының бірі Байсал еді. Ана тоқпақ жалды торайғыр Көтібағым деп кезінде Айпара ерекшелеп атап өтті ғой ұлын, яғни жаңағы ешкімнен қорықпайтұғын батыл батыр келетін Көтібағым деп, содан туып отырған мынау Байсал. Сол Байсал ар жақта да емес, мына жақта да емес, бірақ қандай қарап отырады, дәл Құнанбайға тура қарап. Қызыл жүзді жирен сақалды Байсалдың денесі ірі қапсағай düz денелі келген екен дейді. Және жүзі қызылдау, сақалы жирен түсті, көкшіл түсті үлкен көздер әрі сыры берместей сабырлы еді дейді. Бұлардан басқа барлық салқын томсарған жандар ішіндегі ең жансыз, ең шапшаң қағылезі Қаратай мен Абайдың қасындағы Майбасар болды дейді. Олардың арасында сәл сөзге кірісіп, сәл қозғалақтап отырған тек Қаратай мен Майбасар ғана болды дейді. Қаратай деген бұл Құнанбайлардың ортасына көкше руынан келіп қосылған, айтарлықтай бұл руға қатысы жоқ, яғни тобықтының мәселесіне араласатындай қатысты емес, бірақ Қаратайды Құнанбай өзі жақын тартып бауырлап қатарына қосқызады. Бірақ мына Қаратайды ерекше жақсы көреді Құнанбай. Тек әттең-ай, мына Қаратай жігіттің төресі ғой, тек аздау рудан шығып қор болып отырғанын қарашы деп айтатын сөз бар Құнанбайдың. Қаратай көкше деген рудан шыққан. Көкше бұл кедейлеу, мына басқа Көтібақ руына қарағанда, Ырғызбайға қарағанда, басқа Олжайдан тараған ұрпақтарға қарағанда. Сонымен үлкендер тобына бір жақтан әкеден төмен отырып телміре қараған Абай болса, дәл осы тәрізденіп барынша бой салып қарап отырған ана шеттегі жас жігіт Жиренше дейді. Енді біз Жиреншемен таныс боламыз. Жиренше бұл Көтібақ ішіндегі жаңа Байсал отыр ғой, Құнанбайға тіке қарап, жалғыз Байсал отыр, қандай көздерін қадап, сол Байсалдың жақын туысқаны болып келетін Шоқанның баласы. Демек, Жиренше де Көтібақтан шыққан. Көтібақтан кейін екі адамды ерекше атап өтеміз, 3-4 кітапта. Мына Жиреншені бұл кезде Абай бауырлап жақын тартып жүреді, Абайды еркелетіп те қоятын кезі барды дейді. Әрі мына Байсал әрдайым қасына ертіп жүреді екен Жиреншені, әрі жігіті, әрі сөз ұғып адам болар деген жасы еді дейді бұл. Ол әңгіме атауын көп біледі, яғни Жиренше көп әңгіме біледі екен, оны қызық қып айта алады екен, өзі әрі күлдіргі екен дейді. Абайды еркелетіп те қоятын кезі барды. Қазіргі осы жиында Абайдың оңаша кездесуді іздейтін жалғыз ыңғайлы көрер адамы осы. Абайдың мына жиында отырған үлкендердің ішінде жалғыз сөйлескісі келіп ыңғайланып отырғаны осы Жиренше ғана болды дейді. Жиренше ғана қызық болады қысқасы Абайға, себебі Абай әңгіменің не туралы болып жатқандығын, қандай даудың шешіліп жатқандығын, кімдердің тағдыры шешіліп жатқандығын түсінбейді. Мына дәл кіріп барған кезінде Құнанбай шақыртады ғой бұны. Сонымен бірақ мына Жиренше сол кездегі Абайдың бауырлап жүретін, кейін 3-4 кітаптарда Абайға жау болып шығады. Абайдың өзі ерекше аталатын, жаңағы бұған толықтай қарсы келген кейіпкерлер Тәкежан бірі Жиренше, бірі Оразбай болады. Кейін мынау Оразбай деген Абайды сабап кетеді, солардың ішінде Жиренше де болады дейді. Ары қарай, бірақ оның шыны ма, де үлкендерге көз құла ма, әйтеуір қазір Құнанбай сөзінен басқа бар дүниені ұмытқан дейді. Бірақ жаңағы Жиренше бір түсініп отырғандай Құнанбайдың аузына қарап бар дүниені ұмытып кетеді дейді. Абайда шаруасы жоқ. Абайды да былай қоя тұрған сияқты бұл кезде дейді. Жиренше қабағын бір шытып қозғалақтап қалды. Абай енді байқады, әкесі сөзін аяқтап келеді екен дейді. Абай осы кезде барып қана әңгіме не туралы болып жатқандығын байқап бастайды. Сонда да әлі қодар кім, қамқа кім түсінуіне ұзақ уақыт керек болады. Енді Абай мұнда әкесінің сөзін аяқтап келе жатқандығын байқады ғой. Әкесінің соңғы сөзі мынау болады: Қодар сұмның қылығы сырт елдің алдында менің бетіме салық болса дейді. Осы елге өз келеңе келгенде осы отырған бәрімізге де салық. Мына отырған сендерге салық деп аз тоқтап сүйіндікке қадалып отырған жалғыз көзін ендігі төрдегі Байсалға аударды. Одан өзінің оң жағында отырған бөжейге қадады дейді. Айналасында отырған барлық атқамінерлерге бірінен кейін біріне қарап шығып, олардың осы байлауға деген
көзқарастары байқап білгісі келді құнанбайдың да. Міне сырт елдің алдында менің бетіме салық болды дейді. Мына кезінде насыбайды қой деген адам бетіне салық қылды ғой құнанбайдың. Енді сен маған ғана салық емес дейді ол. Менің ғана бетіме айтпайды. Енді өз келеңе келгенде, яғни өз жағдайыңа келгенде осы отырған бәрімізге де салық дейді. Себебі кім? Жаңағы Қодар қай рудан шығып тұр? Тобықтыдан шығып тұр. Борсақ деген тобықтың ішінен тарайтын рудың бірі ғой. Мынау отырған сендердің бәріңе салық деп бірінен кейін біріне енді қарап шығады. Бірінші сүйіндікке қадалып қарады дейді. Байқасаңдар міне сүйіндікке қадалып қараған жалғыз көз енді төрдегі байсалға аударды. Одан кейін өзінің оң жағында отырған бөжейге қадалды дейді. Бірақ бөжей мен байсал мызыған жоқ дейді. Бөжей мен байсалдан бір қозғалақтаған ешқандай қимыл байқалған жоқ. Өзге отырғанның барлығы сөздің салмағы мен түйінін өз арқаларынан сезгендей қозғалақтап ырғалып естіледі. Ол жерде жиренше отыр, бұдан бөлек сүйіндік отыр, қаратай отыр. Олардың барлығы құнанбайдың сөзінің салмақта шығып жатқандығын байқап, соңында бір ауыр түйіннің айтылатындығын сезіп, орындарынан қозғалақтап кетеді. Тек бөжей мен байсал ғана отырған орында қатақта қалады. Енді құнанбайдың соңғы сөзін қараңдар. Ендеше дейді, өлімнен ұят күшті деген, ел көрмеген сұмдыққа ел көрмеген жаза керек дейді. Құнанбай соңғы байлауын айтады дейді. Демек, бұған дейін көрмеген сұмдығымызға жаңағы келін мен атасының арасында жақындық болды деп кінәлап жатыр ғой. Сондай сұмдық бұрын соңды болмаған. Дәл сол сұмдықты тыю үшін бізге енді ел көрмеген жаза қолдану керек дейді Құнанбай. Қайта босар түрі жоқ тас түйін болып бекініп түйіліп алған көрінді дейді. Отырғандар осы күйді танып, Құнанбайдың бұлай беттеп алғанда оралар қайрымы жоқ екенін бәрі де білді дейді. Енді бәрі іштерінен сезе бастады. Бұл даудың, бұл мәселенің ары қарай ушығып бара жатқандығын және Құнанбайды оңайлықпен қайтара алмайтындығын. Не айтып шарпысып кету бар дейді. Немесе іштен қоштамаған кезде уақытта байсал бөжейдің бір тәсілі дейді. Міндет мысалды Құнанбайдың өзіне бастатып артын өзіне тастап кететін әдеті бар еді дейді. Мына байсал мен бөжейдің сөздің ретін таба алмай Құнанбайға келе алмаған кезінде ары қарай сөзді бастатады екенді, Құнанбайдың өзіне бастатады екенді артын өзіне тастап кететін әдеті болған дейді. Яғни Құнанбай өзі жаңағы соңын аяқтап дауды шешетін тұғын дейді. Бірақ мына жерде я сөйлемей қалуға болмайды, я сөйлеуге де болмайтындай жағдай болады. Құнанбайдың мына сөзі үндемеске де қоймайды, міне үндеуге де жібермейді дейді. Дел сал етіп қойды бізді. Үй іші бірталай уақыт жым-жырт отырды. Қодарды Абай білмеуші еді дейді. Қодарды Абай бұрын соңды естімеген, қай рудан екенін білмейді, бұған қалай туыстығы бар екендігін білмейді. Тек Қодар деген сөзді бұған дейін Қозы-Көрпеш баян сұлу жырында естіген, сол жырдағы Қодарды елестетті дейді. Жаңа Қодар сұм деп қалды ғой арасында бұлар. Сол сұм дегеніне қарағанда былтыр Байкөкше ақын бұның шешелеріне жырлап берген Қодардың бейнесі сияқты деп елестетеді болды. Қозы-Көрпеш баян сұлу жырында мына қозыны пышақ салып өлтіретін Қодар деген кейіпкер бар. Ол жерде жағымсыз кейіпкер. Мына Қыз жібек жырындағы Бекежан бар ғой, дәл сол сияқты Қозы-Көрпеш баян сұлу жырындағы жағымсыз кейіпкер Қодар. Абай Қодар деген есімді естіген кезде сол Қодарды елестетеді. Сөйтеді, ол сұм болса сұм шығар, мыналардың сондай бір талқыға салып отырғанына қарағанда деп ойланып қалады. Енді бұлардың ішінде жым-жырт жиынның ішінен алдымен сөйлеген бұл Майысқақ Қаратай еді дейді. Жаңағы Қаратай Құнанбайдың бауырлап жақсы көретін, ол айтыпты дейді. Сұмдық екені рас, ұлы қызыңның басына бермесін, шын болғанда кәпір қауымында кететін іс қой бұл дейді. Шын болғанда деген сөзді қозғап өтеді. Ешкім бұл айыпты жаңағы алдына салып бере алмайды ғой Қодардың. Бұл егер шынымен болып жатқан іс болған болса, шынымен күнәлі әрекет болған болатын болса, кәпір қауымында кететіндей, мұсылманшылықтан кететіндей іс екен деп Қаратай айтады. Бірақ осы шын болғанда деген сөз бұл жерде түрткі болады. Себебі жаңа айтқанымдай Құнанбай да білмейді. Құнанбайдың жанындағы бүкіл рубасылары да ешқайсысы да Қодардың шын мәнінде кінәлі ме, әлде кінәсіз бе, ешқайсысы да тап басып айтып бере алмайды. Міне айтады, Қодардың бұл жиындағы аталасы Сүйіндік еді дейді. Құнанбай бағанадан зіл салған кезде әдейі соған шұқшиған, оны да жұрттың бәрі біліп отыр. Қодар қылығының орайын алдымен өз туысына айыпты сорақы дегізіп өз аузынан айтқызып алу Құнанбайға да керек дейді. Құнанбай бір жағынан стратег қой. Құнанбай егер қазір сұмдық жаза кесетін болса, кейін сұрау болған кезінде бәрінің жаны бірге күйу үшін
Құнанбай бұл жерде әдіс қылып отыр, сүйіндікке қайта салмақ салып, сүйіндік те айту керек болады да, ойбай қодар айыпты, ол сорақы, ол сұм деген сөзді сол сүйіндіктің аузынан шығарып алғысы келеді, бірақ сүйіндік айтпайды. Ал сүйіндік сол сөзді оп-оңай бір айналма айтып салса, ертеңгі тауқымет бұнда болады дейді. Яғни сүйіндік айтып салатын болса, бүкіл жауапкершіліктің бәрі сүйіндікке ауып кетеді. Және алдымен қодардың сол Құнанбай айтқандай айыптылығына да көз жеткен емес, ол Қаратайдың шапшаңдығынан бір пайдара тапқандай болды дейді. Қаратайдың жаңағы айтқан сөзінен бір жағынан қуанып та қалады. Әсіресе оның шын болғанда деген босаң тастаған жерін ұстады да дейді. Осы айыбына көз жетсе тұрғызып қойып бауыздайық. Бірақ сол шынына жеткен шам бар ма дей беріп еді, Құнанбай серпіліп ілгері ұмтыла түсіреді. Отырған орнына серпілді де ілгері ұмтылып бұған бастырмалатып сөйлей жөнеледі. Мұнда айтады: егер осы айыбы рас болатын болса, сүйіндіктің айтып отырған сөзі, егер қодар шын мәнінде де айыпты болса, онда оны тұрғызып қойып бауыздайтындай екен. Бірақ сол шынына жеткен, яғни оның рас па, өтірік па, соны анықтай алатын жан бар ма, соны нақты біліп отырған жан бар ма дейді. Ей сүйіндік деп киіп кетті дейді. Киіп кетіп ұрса сөйледі. Мынау Құнанбайдың сөзі. Албасты да қабаққа қарай басатын. Қыры жоқ, қасиеті жоқ басшы болса, абылшыны иектемей қайтеді. Адал десек, аман десек, жан берейік, ақтайық, ақыретте айыбын өз мойнымызға алайық. Бірақ менің екі бірдей жаным жоқ. Майсар болсаң, жаныңды да бересің. Беремісің жаныңды деп сарт етіп өзіне жабыса түсті дейді. Мына сөздің мағынасы: албасты да қабаққа қарай басады дейді. Қыры жоқ, қасиеті жоқ басшы болса, абылшыны иектемей нетеді. Тіпті албастының өзі де, жын-жыбырдың өзі де адамның көңіліне, ықыласына қарай ыңғайланып тұрады дейді. Көңіл күйіне қарай ыңғайланады. Ал егер қыры жоқ, қасиет жоқ басшы болса, адамның көңіліне қарай беретін басшы болса дейді мұнда, оны да ібіліс пен жын иектейді ғой. Демек, оны да неше түрлі адам басынатын болады. Біздің басшы екендігіміз қайда, біздің бір руды басқарып отырғандығымыз қайда, осындайда егер нақты байлау айта алмайтын болсақ деп Құнанбай алдына тастап отыр. Егер адал дейтін болсақ, аман дейтін болсақ, онда соңына дейін ақтап алайық, жанымызды берейік, ақыретте айыбын өз мойнымызға алайық. Себебі елдің арасына бұл не болып кетті? Өсек болып тарап кеткен әңгіме болды. Егер соны адал дейтін болсақ, қодар жоқ, қодар кінәсі дейтін болсақ, сол өсектен қойғызайық, аман дейік, адал дейік, сол үшін ақтап алайық, жан берейік деген сөзі. Ал оған ешкімнің де несі жоқ, жауапкершілік алатындай түрі жоқ. Сүйіндік Құнанбайдың бағанадан бергі зіліне енді ызалана бастады дейді. Тастай алмай жүрген жаным жоқ, терге демесем жаным дала ғой деп кепілге келіп пе екем деп томсарып қалды дейді. Мен жай ғана оның рас өтірігін біл дедім, әйтпесе менің артық жүрген жаным бар ме еді, кепілге келіп пе екем деп ашулана бастайды. Себебі Құнанбай жаңадан бері кімге түйіліп отыр? Сүйіндікке түйіліп отыр. Жаңағы кімнің? Қодардың жақын туысқаны болғандықтан. Тергесең қодар сұмдығын аңыз қып көпке жайып әкеткен елді терге. Ел тұрсын кешегі жиында бетімізге былш еткізіп жарып айтқан жатты терге дейді. Айдаладағы жатты терге. Соған да жеткен, бар да өтірік деп соны иландырып кел. Ел аузына қақпақ болып көш, бірақ ол қолыңнан келмейді дейді. Ендеше не ер болды ақта, немесе иланда жазала, тек жарықтығым дүмбілезіңді көрсетпе, былқыл-сылқылыңды аулақ әкет деп айтты дейді. Құнанбай айтады осында, жаңағы сүйіндіктің терге дегеннен басқа не айттым деген сөзіне Құнанбай: тергейтін болсаң, рас өтірігін білгің келсе дейді, қодардың осындай сұмдығын елге аңыз қылып көпке жайып таратып кеткен елді барып терге дейді. Елден сұра, рас па, өтірік па? Ел тұрсын, кешегі жиынның үстінде мына Құнанбайдың бетіне салық қылып айтқан төре бар ғой, соны барып терге дейді, мықты болсаң. Соған да тіпті айдаладағы біреуге де жеткен. Мына тобықтыға үш қайнаса сорпасы қосылмайтын айдаладағы төренің құлағына жеткен. Соны да терге, бар да өтірік деп соны иландырып кел. Ел аузына қақпақ болып көрш, бірақ ол қолыңнан келмейді. Ендеше не ер болды ақта, немесе иланды жазала, тек жарықтығым дүмбілезіңді көрсетпе. Дүмбілез деген сөз я ары я бері емес, шешім қабылдай алмайтындығыңды көрсетпе, былқыл-сылқылыңды аулақ әкет дейді. Яғни жаңағы ауырдың астымен, жеңілдің үстімен жүргің келіп, жеңіл шешімдерді іздеуге қарай ұмтылма, ондайыңды аулақ әкет менен дейді. Енді сүйіндік үндемей қалды. Осы кезде Құнанбай жазасын айтады. Байсал сұрайды: қара деп жазалаған күнде дейді, егер қодарды біз кінәлі деп табатын болсақ, мұның жазасы не болады деген кезде Құнанбай айтады: жазасы шариғат жолы, шариғат не бұйырса сол болады дейді.
сөйтсе шариғаттың жолы не дейсіңдер ғой, шариғаттың жолы бұл дарға асу болады. Кеше мына абайды семейден алып келген Жорға Жұмабай мен қасында байтас болды, сол Жорға Жұмабай абайды ойбай Ахмет Ризаға барып алып келеді ғой, сол кезде сұратып алады молдалардан, жаңағы дін өкілдерінен, осындай осындай сұмдықтың жазасы не болады дегенде, олар дарға асу деп айтқан екен дейді. Жорға Жұмабай осыны келіп Құнанбайға естіртеді, сонымен Құнанбай дарға асуға не істейді, байлап бекініп отырған екен дейді. Бұл кезде енді кімнің жаны шығады? Бөжей енді сөйлеп бастайды. Мына Қаратай үркейді басында, дарға, шынында да дарға сама деп шошып кетеді. Бөжей, барлық байлау осы болғаны ма, итте болса бауыр емес пе еді деп ара түседі. Яғни Бөжей де, Құнанбай да, шын мәнінде Қодар да, мында отырған барлық атқамінерлер де бәрі бір атыран тарап отырған адамдар, соны Бөжей ортаға түсіп алып қалуға тырысып жатыр. Барлық сонда соңғы шешім осы болғаны ма, ол ит те болса қандай жамандық жасаса да ол бауыр емес пе еді. Құнанбай болған қынжылып, оны бауыр дегеннің бауыр езілсін деп жауап берді дейді. Шариғатпен шарпыспақпыз ба, Қодар емес құтпаным болсын, қайтпаспын да тынбаспын деді. Енді бұғалыға кететін бойлауық жеріне жеткен екен. Бөжей ішін мұздап отырып, көзің жетсе мейлің білсін дей салды да ойындағысын ішке бүгіп қалды дейді. Ары қарай Бөжей ештеңе деп айта алмады, себебі Құнанбай өзінің байлауын жасап нақты шешім қабылдап отыр екен дейді. Сүйіндік те соңғы сөзінде дағдылы мінезіне басады, яғни бас көтермейді, Құнанбайға қарсы ойын айтпайды. Ел де сенікі, ел ішіндегі тентек те сенікі, қашқаның да қуғаның да келетін өзіңсің, тек не бұйырсаң да тергеп алып бұйыр, қалғанын өзің біл дейді. Бұл Бөжейдің қабағын баққан болатын, өзі қалай көшерін айқын білмей, соның бір білгені бар шығар деген есеппен жалт берді дейді. Яғни Сүйіндік оған дейін Бөжейге арқа сүйеп отырады, Бөжей бірдеңе дер ме екен, Бөжей сөз бастар ма екен, Бөжей шешімді өзгертер ме екен деп, сөйтсе Бөжейдің өзі жаймендеп не істеді, Құнанбайдың қайтпастығын білгеннен кейін ол да мына жиынның үстінде артық ауыз сөзге бармайды. Сонымен соңында Сүйіндік те Бөжей де тергеп ал да өзің білгеніңді қыл дейді. Олар да үміттенеді Қодардың аман қалатынынан, бұл істің анықталмайтындығынан, ақ қарасын нақты ажырата алмағандықтан, шариғатта бұл адамды жаңағы қараптан қарап ақ қарасын білмей өлтіре беретін тәуекелге бармайтын шығар деп бұлар ұзаққа дейін үміттеніп жүреді. Бірақ шынында да Құнанбай Қодарды да Қамқаны да екеуін дарға асып өлтіртеді. Дарға асқанда да түйеге асып өлтіреді екеуін. Қамқа сол жерде тіл тартпай кетеді. Қодар біразға дейін өлмейді, себебі Қодардың ана бойы ұзын болады. Түйе негізі шөгіп жатқан түйе ғой, жатқан түйе, сол түйенің екі жағына, бір жағына Қамқаны, бір жағына Қодарды қойып тұрғызған кезінде Қамқа сол жерде тіл тартпай кетіп қалады. Ал Қодар болса бойы ұзын болғандықтан аяғы жерге тиіп тұрып қайта мына серпіліп ұзаққа дейін өле алмай қиналады. Сосын Құнанбай бұл жерде мынандай іс қылады. Қодарды шешіп алады ана түйенің үстінен, сөйтеді ана жартастан лақтырады, жартастан лақтырып үстіне 40 рудың атынан, сол жерде тұрған тобықтыға қатысы бар бүкіл рудың атынан тас тастатады. Сөйтіп кейін мына 40 ру бұл Құнанбайға сен кезінде Қодарға сөйтіп едің деп, Қодарға сондай араздық, жамандық қылып едің, Қодардың ақ қарасын білмей, сөзін тыңдамай өлтіріп едің деп айта алмайтындай деңгейге жеткізіп, бәрінің қолынан тас тастатады. Сөйтіп бәрі тас тастағандықтан бәрі өлтірген есеп қой. Ешқайсысы сол сөйлемеген, үндей алмаған күйі кетеді. Енді бұл екі тарауға неге ерекшелеп қайта тоқталды? Өте маңызды тараулар. Мына қайтқанда тарауының екінші бөлігінде Байсалдың, Бөжейдің, кімнің, Сүйіндіктің, Құнанбайдың, Жиреншенің бәрінің бейнелері берілген. Сондықтан өте маңызды тараулар, қайталап тағы бірнеше рет оқимыз. Сосын қалған тарауларды ертең күні талдаумен айналысамыз. Сабақ басталғаннан соңына дейін талдау болады, ертең квиз болмайды, бірақ дайын жүрейік. Word-Wall'дан соңынан сұрақтар қосып сендерден сұрайтын боламын. Ашық сұрақтар жасап қоям. Қазір сұрақтарым болса қойсаңдар болады, бірақ уақытымыз аяқталып қалыпты, 1 минуттан аз уақыт. Бәрі түсінікті болса плюс қойып кетейік. Көріскенше. Мынау өте аз уақыт қалған сияқты. Шамасы. Нереге түсінікті болған екен? Тез етеміз, мұнда секундтар қалды.
жақсы, сау болыңдар. Келесі сабаққа дейін көріскенше, ертең көрісеміз. Ертеңге дейін мына кейіпкерлердің бейнесін жасап шығамыз. Ол жаңағы